Сәлеметсіздер ме оқушылар, география пәнінің мұғалімі Асанова Перизат. Бүгін біз гидросфера және оның құрамдас бөліктері су ресурстарының маңызы тақырыбын қарастырамыз. Гидросфера жер бетіндегі барлық судың жиынтығы. Оған мұхиттар мен теңіздер, өзендер мен көлдер, мұздықтар, жер асты сулары және атмосферадағы су буы жатады. Су тіршіліктің негізгі көзі. Ол адамдарға ауыз су ретінде, ауыл шаруашылығында, өндірісте, энергия өндіруде және табиғаттағы тепе-теңдікті сақтауда өте маңызды. Сондықтан су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану барлығымыздың ортақ міндетіміз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Алдыңғы тақырып атмосфера болса, бүгін біз жердің тағы бір маңызды қабатын қарастырамыз. Өз ойларыңызды айтып көріңіздер. Бүгін біз гидросфера және оның құрамдас бөліктері, су ресурстарының маңызы тақырыбын қарастырамыз. Сабағымыздың негізгі мақсаттары. Біріншіден, біз жер шарының су қабығы, яғни гидросферамен танысып, оның қандай бөліктерден тұратынын сипаттауды үйренеміз. Екіншіден, тіршілік көзі болып табылатын су ресурстарының біз үшін және жалпы табиғат үшін қаншалықты маңызды екенін талқылап, оған баға береміз. Біздің алдымызда тұрған басты міндет су қабатының құрылымын түсініп, оны қорғау мен ұтымды пайдаланудың мәнін ұғыну. Іске сәт. Қазір біз гидросфера туралы бейнеролик көреміз. Видео көріп отырып, мына сұрақтарға назар аударыңдар. Гидросфера деген не? Ол жердің қандай қабаты? Оның құрамына нелер кіреді? Ғаламшарымызда судың болуы жердің ең басты ерекшелігі. Су жер бетінде сұйық, газ және қатты күйде кездеседі. Сондықтан жердің су қабығын гидросфера деп атаймыз. Гидросфера тіршіліктің негізі, гидросфера құрамына мұхиттар мен теңіздер, құрлық сулары, жерасты сулары кіреді. Ал құрлық суларына өзен, көл, мұздық, батпақ және жасанды су қоймалары жатады. Жердегі барлық судың 97%-дан астамы тұзды, яғни дүниежүзілік мұхитта шоғырланған. Тек 3% ғана тұщы су. Сондықтан тұщы су өте құнды ресурс. Су ресурстары жер бетінде біркелкі таралмаған. Экватор маңында және Қоңыржай белдеудің солтүстігінде су мол. Бұл аймақтарда жан басына шаққанда жылына 25 мыңнан астам су келеді. Қазақстан аумағында ұзындығы 10 километрден асатын 7 мыңнан астам өзен бар. Бұл еліміздің су ресурстарының маңызды бөлігі Алтай тауынан бастау алатын өзендер. Ертіс, Бұқтырма, Үлбі, Қалжыр, Оба, Күршім. Бұл өзендер шаруашылықта үлкен рөл атқарады. Өзендерде СЭС салынған. Өскемен 1952 жыл. Бұқтырма 1960 жыл. Шульбинск 1987 жыл. Олар электр энергиясын өндіреді. Бірінші тапсырма су айналымы. Суреттер сөйлейді әдісі арқылы. Кіші және үлкен су айналымын сипаттайсыздар. Жаңбыр мен өзен суларының айналымға әсерін түсіндіресіздер. Оқушылар үйге тапсырма. Мұхит, өзен, көлдерді жіктеу тапсырмасы беріледі. Берілген нысандарды дұрыс топтастыру қажет. Оқушылар енді кері байланыс берейік. Балалар, бүгінгі сабақтан не түсіндіңдер? Қандай мәлімет қызықты болды? Өз ойларыңмен бөлісіңдер. Сіз күнделікті пайдаланатын судың жасы миллиардтаған жылдарға тең. Жердегі бар су үнемі жаңарып отырады. Ол жерде тіршілік басталғанға дейін де болған. Ол жаңбыр ретінде жауып, өзен түрінде шайылып, мұздық болып қатады. Динозаврлардан бізге дейін жануарлардан өтіп, су айналымы деп аталатын циклда үнемі жаңарып отырады. Ең үлкен табиғи су қоймалары мұхиттарда орналасқан. Күн сәулесі жер бетін жылытқанда, жылу энергиясы сұйық суды газға айналдырады. Бұл процесс булану деп аталады. Су буы атмосфераға көтеріліп, суып, бұлттар түзу үшін конденсацияланады. Су тамшылар қосылып, ауыр жаңбыр тамшыларын түзгеннен кейін жауын шашын болып жауады. Жауын шашын табиғи және жасанды құрылымдармен сіңірілуіне қарамастан, оның көп бөлігі
ақырында өзендер мен көлдерді толтыратын ағын суларды түзеді. Кейбір жер асты сулары өсімдік пен ағаш арқылы атмосфераға қайтар жол табады. Су тамырлар арқылы сіңіріліп, жапырақтар арқылы буланып сыртқа шығады. Бұл процесс транспирация деп аталады. Уақыт өте, бұл су буы конденсацияланып, бұлт түзетте жауын шашын ретінде жерге қайта түседі. Жауын жер астына борпылдақ жыныстар арқылы да жол табады. Жер асты сулары жүздеген метр тереңдікте орналасып, жер асты су қоймаларын түзеді. Су сондай-ақ мұздықтарда мұз ретінде мыңдаған жылдар бойы жинақталады. Өзендер мен көлдердегі мына сулар ақырында қайтадан бастауына мұхитқа оралады. Осы жерден цикл қайтадан басталады. Су айналымының циклі ғаламшарымызда шамамен 8 миллион рет қайталанған. Сутегі мен оттегінің қалыпты жағдайларында тұрақтылығын сақтайтын қарапайым химиялық қосылысы. Су, мұхиттар, теңіздер, көлдер, өзендер, мұздықтар, су қоймалары, айсберг, қар жамылғысы. Ауыз су тіршілік көзі. Ол жер шарының 4-тен 3 бөлігін алады. Мұхиттар 96,5%, жер асты суы 1,7%, мұздықтар 1,7%, жер үсті суларына 0,1%. Судың келесі қасиеттерін атап айтуға болады. 0 градус пен 4 градус Цельсий аралығына қыздырғанда, оның көлемі азайып, ал одан әрі температураны көтерген сайын қайта ұлғаяды. 0 градус Цельсий температурада су қатып мұзға айналады. Судың көп бөлігі ауадан тұрады. Су жазда да, қыста да әрдайым буланып тұрады. Қоршаған ортаның температурасына қарамастан, су буы жаңбыр тамшыларын немесе қар ұшқындарын құрайды. Су газ тәрізді, сұйықта, қатты күйде заттарда ериді. Алмасу заттар суда еріп, ағзадан шығады. Күн энергиясының әсерінен судың үздіксіз орын ауыстыруынан дүние жүзілік су айналымы пайда болады. Табиғаттағы мұхит пен атмосфера қатысатын су айналымы, мұхит бетінен буланған су тамшылары атмосферада конденсацияға түсіп, мұхитқа қайта жауын күйінде оралады. Оны кіші немесе мұхиттық айналым деп атайды. Мұхит және атмосферамен қатар құрлықты қамтитын су айналымын үлкен немесе дүние жүзілік су айналымы деп атайды. Адам денесінің 3-тен 2 бөлігі судан құралған. Өсімдіктердің құрғақ дәндерінің 10-12% су болады, ал су айналымына өсімдіктер де қатыса алады. Олар ылғалды бойына сіңіріп, қайта буландырады. Су жердегі барлық тірі ағзалардың тіршілік ортасы екенін ұмытпағанымыз жөн. Сулы жер, нулы жер деген мақал бекер айтылмаса керек.